Қытай шекарасындағы Достық кеден бекетінде электронды кезек іске қосылды. Автоматтандырылған жүйені отандастарымыз ойлап тауып, нақты іс жүзінде жүзеге асырды. Жоба қолдау KZ платформасымен карго рұқсат мобильді қосымшасы негізінде жұмыс істейді. Тың бастама жүк тасымалы кезіндегі ашықтықты қамтамасыз етіп, елдің транзиттік әлеуетін арттыру мақсатында қолға алынды. Достық кеден бекетіндегі қанатқақты жобаны іске қосу үшін оның авторлары да арнайы келді. Олар жүргізушілерге бағдарламаның қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп берді. Электронды кезекке тұру үшін алдымен мобильді қосымшаны смартфонға жүктеп алып тіркелу керек. Система проверяет этого водителя или это транспортное средство. Жүйеде жүргізуші іздеуде емес пе, салыққа берешегі, төленбеген айыппұлы бар ма жоқ па, сонысы тексеріледі. Көлік жайлы да бар мәлімет жинақталады. Сол арқылы біз қызметкерлердің ықпал ету мүмкіндігін азайтамыз. Яғни кеден бекетінен толық тексерілген жүргізушімен жүк көлігі өтеді. Электронды кезек енгізілгенге дейін жүргізушілер жергілікті әкімдіктің рұқсат құжатымен шекарадан өтетін. Оны алу үшін оларға бірнеше күннен бастап апталап тосуына тура келетін. Жаңа жүйе тасымалдаушыларды қағазбастылықтан арылса да, оған қатысты пікір әртүрлі. Бізге электронный вариант деген нәрсе вообще келмейді мына жаққа. Одан да бізге Қытайдан полный список келеді. Сонымен Қытайға кіріп, жаңа груздарды бері қаратай жеткіземіз. Солай жасалған выгодно Қытаймен. А электронный вариант деген вообще мына жаққа вообще келмейтін нәрсе ол. Электронная очередь, я считаю, это... Электронды кезек болса тәртіп болады. Әр адам өзі қашан кіретінін біледі. Оңай болады. Бұл жерде мәселе электронды кезекке ғана байланысты емес. Жүкті жіберушіге, логистикамен айналысатындарға және өзге де факторлар әсер етеді. Жалпы айтқанда бастаманың тиімді екені айдан анық. Қаржы министрлігінің өкілдері шекара шебіндегі мәселенің бәрі ретке келтірілетінін айтты. Өйткені Достықта арнайы топ жұмыс істеп жатыр. Олар кеден қызметі шекарашылар мен өзге де құзырлы органдардың өзара іс-әрекетін пысықтап, көлік өткізу үрдісін бірізділікке түсірмек. 2560-тай автокөлік тіркелді мобильді қосымша арқылы. Әрине жүргізушілердің арасында түсініспеушіліктер болуы мүмкін, бірақ ол бойынша шекара қызметі бар, мемлекеттік кірістер комитетінің қызметкерлері бар, әкімшілік қызметкерлерімен бірлесіп түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Және бұл электрондық жүйе толық автоматтандырылған және оның салдарынан адами факторлар алынып тасталып, және жемқорлықтың таралу жолдарына тосқауыл қойылады деп есептейміз. Достықта 1000-нан аса жүк көлігі тұр. Олардың 100 шақтысы күн сайын шекарадан өтеді. Электронды жүйе толық іске қосылғаннан кейін барыс келіс жиілеп, кезекте тұрған көлік саны азая түседі дейді жауаптылар. Шыңғыс Қалиден, Гүлнар Жантасова, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан.